Ассаламу алейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Алда көретіндеріңіз. Астанада тағда Сирия мәселесі талқыланды. Бірақ бұл жолғысы техникалық кездесу. Олай аталуының сыры неде? Жиынға кімдер келді, не қаралды? 2 жылдан соң жоғары сынып оқушылары кей пәндерді ағылшынша оқи бастайды. Әрісі ұстаз, берісі шәкірт. Бұған дайын ба? Шығыстағы ауыл халқының жартысы ауыз суды сырттан тасып ішеді, ал қолданыстағы құбырлардың 70% ескірген. Мәселе қашан және қалай шешіледі? Қазақстан Чехия Республикасымен экономика және саясат саласындағы қарым-қатынасын одан әрі дамытуға әзір. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Чехия парламенті депутаттар палатасының төрағасы Ян Гамачекпен кездесу кезінде айтты. Прага Астананың Еуропадағы сенімді серіктесі. Енді ынтымақтастық парламентаралық кооперацияны қамтып, екі елдің заң шығарушы органдардың етене араласуына мүмкіндік туады. Ян Гамачек халқымызда тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен құттықтап, Қазақстанның одан әрі өсіп өркендей беруіне тілектестік білдірді. Поскольку Чехия важный партнер Европы, я думаю, что наш визит очень важный. С Чешской Республики у нас сложились давно очень добрые отношения. Президент Земан был здесь у нас в гостях. Я жду его на открытии Экспо 2017. Межпарламентские встречи очень важны, поскольку Чехия важный партнер в Европе для нас. Мы готовы строить хорошие отношения и в политике, и в экономике. Құрметті президент мырза, бізбен жүздесіп маған уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымды білдіргім келеді. Бұл ретте тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтаймын. Ширек ғасыр ішінде тұрақтылық пен дамудың даңғыл жолын паш еткен Қазақстан бірегей ел ретінде танымал. Қазақстан мен Чехияның парламентаралық байланысты нығая түседі. Ян Гамачекпен Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев кездесіп, осы саладағы әріптестікті тереңдету жайын талқылады. Естеріңізде болса, бұған дейін қазақстандық сенаторлар Чехияға сапарлап қайтқан. Чехия парламенті депутаттар палатасының жетекшісімен мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин кездесті. Тараптар елбасының биылғы жолдауы мен конституциялық реформалар талқылады. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы әріптестікті нығайту жайы да әңгімеге арқау болды. Екі жақ әсіресе мәдени-гуманитарлық һәм сауда-экономикалық байланыста ширатудың маңыздылығын атады. Бүгін Астанада Сирия мәселесіне арналған кезекті кеңес өтті. Техникалық кездесуге Ресей, Түркия және Иран елінің сарапшыларымен Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі келіп қатысты. Жабық өткен жиында тараптар Шам елінде әскери іс-қимылдарды тоқтату тетіктерін пысықтады. Естеріңізде болса, елордада 20-24 қаңтар күндері келіссөздер өтіп, Сирияда оқ атуды доғару режимін бақылаудың 3 жақты механизмін енгізу туралы шешім қабылданған. Бұл жиын сол Астана процесінде қол жеткізген келісімдерді нақтылау үшін өтті. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі бүгінгі кездесудің нәтижелі өткендігін мәлімдеді. Айтуынша, тараптар талқылауға тасталған барлық дерлік мәселе бойынша келісімге келген. Техникалық жиын қорытындысы бойынша өткен баспасөз мәслихатында бұны кепіл елдердің өкілдері де айтты. Участники также обсудили меры взаимного доверия. Тараптар өзара сенім шараларымен, кедергісіз гуманитарлық қолжетімділікпен қамтамасыз ету мәселесін талқылады. Делегациялар оқ атуды доғару тәртібін орындауда ықпалдастыққа дайын екендіктерін жеткізді. Қазақстан тарапына алаң ұсынғаны, бірлескен топтың отырысын ұйымдастыруға жағдай жасағаны үшін алғыс айтамыз. Астанадағы бұл кездесу Женевада өтетін келіссөздерге дайындық іспетті. Жоғарыда айтқанымыздай ресми тілде бұл бас қосуға техникалық деген атау берілген. Не себепті? Ол жағын сараптамалық орталығымыздан тікелей қосылған әріптесім Әбдез Рахманұлы айтып береді. Кезек сізде. Кеш жарық Бауыржан. Астана процесі кезінде қабылданған негізгі құжат кепіл 3 мемлекет Ресей, Түркия мен Иран бірлесіп, Сириядағы саябырсыған атысты қадағалап отыру және оны шегендей түсу болды. Бұл азамат соғысы әбден шаршатқан Сирияның бейбіт өмірге бет бұрғызған маңызды құжат. Онда 3 жақ өздерінің Сириядағы атысты тоқтатуға, оны ешкімнің бұзбауына мүдделі екенін білдірген болатын. Негізгі мәселе бойынша келісім бар. Енді бүгін соны нақты жүзеге асыру жолдары келісілді. Оған Сирия жағынан ешкім қатыспайды. Техникалық деп аталатын себебі содан. Техническая встреча, она предполагает... Техникалық кездесу кезінде негізінен қадағалауды жүргізетін адамдардың қатары, логистикалық мүмкіндіктер, алдағы келіссөздердің күн тәртібі секілді мәселелер қарастырылады. Женевадағы келіссөздердің алдында кездескен кедергілерді реттестіру үшін Астанаға келіп келісіп жатыр.
Астанадағы келіссөздерден кейін Сириядағы жағдай бір шама өзгерді. Оппозиция өкілдері Мәскеуге келіп, бір-бірінің талаптарын тыңдап көрді. Мұның да атысты тоқтата тұруға ықпалы болатыны анық. Егер елдегі бүгінгі тыныштық неғұрлым ұзаққа созылса, соғұрлым бейбіт келісімге келу мүмкіндігі артады. Сондықтан техникалық келісімнің де маңызы орасан. Наблюдательдер жібереді. Мына жаққа да жібереді, мына жаққа да жібереді. Ол бір жағынан. Екінші жағынан жаңағы мына қай жерде ол болады? Линия огня дейді ғой. Неше километрге кету керек сол линиядан. Оны да қарастыру керек. Сирияда тыныштық режимі салыстырмалы түрде сақталып тұр. Күніне бірнеше рет оқ атылды деген ақпарат келеді. Енді алыс қататын зеңбіректері қақтығыс шебінен ішкерге алып кету, оларды тіркеуге алу, орнынан ары бері қозғалмауын қадағалау секілді көп шаруалар жүзеге асырылатын болады. Техникалық кездесуде осы мәселелер талқыланып келісіледі. Егер соғысып жатқан екі жақтың қолы босап, қарудың үні өшсе, саяси келіссөздерді бастауға негіз қаланады. Бауыржан, көңілге үміт ұялатқан осы бастамалар Астана процесі кезінде келіскенін ескерте кеткен артық болмас деп ойлаймын. Сараптамаңызға рахмет. Біз жалғастырамыз. Елбасы ұсынған конституциялық реформаларға сырт елдің белді сарапшылары пікір білдіріп жатыр. Ұлыбритания Лордтар палатасының мүшесі Мохаммед Итлав Шейх бұл демократия жолындағы маңызды қадам дейді. Сарапшы жаңа өзгерістер үкімет пен өзге атқарушы органдардың жауапкершілігін күшейтеді деп пайымдайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған реформаларын біз құптаймыз. Бастамалардың үкімет пен парламент құзыретін арттыруға бағытталуы қуантады. Бұл Қазақстан қоғамын демократияландырудың тағы бір жолы. Ал Еурокомиссияның бұрынғы вице-президенті Гюнтер Ферхойген елбасы жолдауына қатысты пікір білдірді. Президент жаңғырудың 3-ші кезеңіне аяқ басқан жас мемлекеттің алдына батыл міндеттер қойды дейді саясаткер. Маған жолдауда бизнесті дамытуға ерекше назар аударылғандығы ұнады. Өндірістің дамуы экономикалық өсім мен әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Президент көптеген реформаларды жоспарлап отыр. Жолдаудың басты мақсаты 2050 жылға дейін Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу. Бұл атқарылатын міндет деп ойлаймын. Бүгін теңге бекіді. Қазақстан қор биржасындағы таңғы саудада ақш доллары 321 теңге 59 тиынна саудаланды. Бұл 2015 жылдың желтоқсаннан бергі ең төменгі меже. Кезек экономика айдарында әріптесім Ердәулет Байдуллаев сөз алады. Рахмет Бауыржан. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Теңге құнының өскені әсер етті ме, әлде басқадай себептер ме? Әйтеуір бензин құны да құбылды. Соңғы 2 айда АИ 92 бензинінің орташа бағасы 137 теңге болып тұрды. Қазір ең төменгі баға 139. Олда болса жанармай бекеттерінің кейбірінде ғана. Ал өзгелерінде 141, тіпті одан да жоғары сатылып жатыр. Мамандар мұны бағаның еркін айналымға жіберілгендігімен байланысты деп түсіндіруде. Әзірге осы болжамнан өзге ресми түсініктеме берген мекеме болмай тұр. Биыл көктемгі егін жұмыстарына берілетін несие мөлшерлемесі 6%-ға дейін төмендетіледі. Бұл екінші деңгейлі банктер арқылы рәсімделеді. Одан да тиімді жол аграрлық несие корпорациясынан алу. Ұйымның 2017 жылға белгіленген өсімі 3%-дан аспайтын болды. Мамандар қазір өтініштер қабылдау басталғанын айтуда. Сондай-ақ ерекше басымдық берілетін дәнді дақыл түрлері де нақтыланыпты. Ол тізімде күнбағыс, рапс, зығыр, арпа, жүгері, күріш, қант қызылшасы, бидай, картоп пен сұлы бар. Диқандар үшін тағы бір сүйінші жаңалық. Субсидиялау электронды сипатқа көшірілмек. Ол іске қосылса, өтініштер Минагро KZ сайтында қабылданады. Жоба қазіргідей құжат жинақтап, әр мекемеге өзінің көшірмесін ұсынуды қажет етпейді. Барлық ақпарат өтінім берушінің жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы автоматтандырылған базада тексерістен өтеді. Сондай-ақ, бүгін 2016 жылы мемлекеттік бюджетке түскен салық пен төлемдер көлемі белгілі болды. Ол 6,4 триллион теңгеге жеткен. Көш басында тұрғаны Алматы мен Астана қаласы 1,6 және 1 триллион теңгеден. Аймақтар бойынша Атырау, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облысы
көш бастап тұр. Тізімнің төменгі жағында тұрғандары Қызылорда, Жамбыл мен Солтүстік Қазақстан облысы. Астанада сауда-экономикалық қарым-қатынасты дамытуға бағытталған Қазақстан-Чехия бизнес форумы өтті. Қазірдің өзінде қос ел арасында алыс-беріс жолға қойылған. Біз Чехиядан дәрі-дәрмек пен электр техникасына қажетті қондырғылар алсақ, олар өз кезегінде бізден мұнай және химия өнімдерін алуда. Екі ара тауар айналымының көлемі 170 миллион долларға жеткен. Бауыржан, менде барасы. Бүгінгі форум сол байланысты одан ары ширатуға негіз болады деп сенеміз. Ақпаратыңа рахмет. Алдағы 15 жылда ел бойынша 1,5 миллион отбасы баспанамен қамтылуы тиіс. Нұрлы жер бағдарламасының діттеген осы. Халыққа жолдауында елбасы құрылыс биылдан басталсын деп тапсырды. Бұл Ақжолтай жаңалықта Ақжайық өңірінің халқы ерекше ықыласпен қарсы алды. Ерденбек Жылқайдарұлы осы өңірден. Осыдан жарты ғасыр бұрын іргесі қаланған Ақсай қаласында бүгінде 40 мың халық тұрады. Өткен жылы мұнда 144 шаңырақ қоныс тойын тойлапты. Соның бірі Тұрашевтар жанұясы. Отағасы Рафхат бюджеттік сала қызметкері. Жолдауда айтылғандай баспана мәселесінің жедел шешілуі жас отбасыларға қолайлы болмақ дейді ол. Квартирада тұрып отырғандар көп қой. Өзіміз де квартирада тұрдық. 5-6 жылдай квартирада тұрдық. Осылай әйтеуір талпынып. Сол жоспармен өтіп үй алдық. Рахмет. Ақсай шаһары шағын болғанымен қордаланған мәселелері ауқымды, соның бірі тұрғын үй жайы. Соңғы 3 жылда қалада 3 көп қабатты үй тапсырылған. 75 пәтерлік бір үй салынып жатыр. Тағы бірнеше үйдің құжаттары әзірленуде. Алайда қазіргі құрылыс қарқыны үй кезегіндегі 2, жер кезегіндегі 8 мың жанның көңілін көншітпейтіні рас. Оны билік басындағылар да біледі. Сол себепті нұрлы жер бағдарламасы бойынша атқарылатын жұмыстар белгіленген. Мына осы Қарашығанақ 1 деген шағын ауданда 13 үйге арналған ПДП істелінді. Қазіргі таңда 7 орны бар, тағы да көп қабатты үй салыну үшін. Ақсай қаламызда барлық мүмкіндік бар сол бағдарламамен жұмыстануға. Орал қаласында да кезектегілердің қарасы қалың. Жер алсам деп әкімдікке тіркелгендердің саны бүгінде 70 мыңға жуықтады. Алайда тиісті инженерлік инфрақұрылымын жүргізуге жергілікті бюджетте қаржы тапшы болғандықтан соңғы 5 жылда бірде-бір жер телімі берілмеді. Жолдауда осы мәселеге көңіл бөлінуі көпшілікті қуантып отыр. Осыған байланысты осы инфрақұрылымды құру үшін республика бойынша 80 миллиард қаржы бөлініп, мынау берілетін жерге инфрақұрылымдарды жеткізуге қаржы бөлініп жатыр. Демек, мынау тұрғындарға өзіне тиісті кезегі бойынша жер беруге жағдай жасалады деген сөз. Жаңа газы барғасын, суы барғаннан кейін жері, жол жасалғаннан кейін жаңағы сол жерлерден кезегі бойынша үй беріледі. Бұл мәселеде жаңағы өзінің шешімін тауып отыр деп есептейміз. Елбасының жолдауы осы мәселенің барын түгел қамтып, еліміздің жаңағы 3-ші жаңғыруын 25 жылға шейінгі бағыт бағдарын айқындап берді. Биыл басталатын нұрлы жер бағдарламасында халықты баспанамен қамтудың жолдары жан-жақты қарастырылған. Жеке тұрғын үй құрылысына жер телімдері берілуімен қатар, қоғамның осал топтары үшін жалға берілетін үйлер құрылысын жалғасуы, ипотекалық несиелерге демеу қаржы берілуі әлеуметтің әлеуетін арттыруға сеп болары сөзсіз. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, қорытынды жаңалықтар. Жолдауда жұмыссыздықпен күрес мәселесі де бөлек айтылған. Тіпті үкімет пен өңір басшыларының қызметі жаңа жұмыс орындарын ашу көрсеткіші бойынша бағаланады делінген. Әсіресе жаңа істің көзін тапқан іскер азаматтарға қолдау күшейеді. Президент пәрмен берді. Енді ауыл мен қала тұрғындары бизнесін жүргізу үшін 16 миллион теңгеге дейін несие ала алады. Қазақстан кәсіподақтар федерациясының төрағасы бұл ел кәсіпкерлері үшін үлкен демеу дейді. Әбілғазы Құсайыновтың айтуынша бизнес өкілдері өз шаруасын дөңгелетіп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарының көптеп ашылуына үлес қосады. Ендігі үлкен мәселе еңбек нарығын кешенді модернизациялау. Бұл күрделі мәселе. Елбасы өз жолдауы арқылы қысқартуға ұшыраған жұмыскерлерді қайта даярлау және жұмыспен қамтуды ұсынды. Енді мемлекет пен кәсіпорын оған қайта даярлауды немесе басқа жұмысқа орналасуға ұсыныс жасайды. Сондай-ақ жолдауда бірінші рет айтылған ірі кәсіпорындарға жол карталарын қарауы көзделіп отыр. Заман көшіне бейімделген сандық технологиялардың тілін білетін жаңа кадрлар дайындау керек. Елбасының бұл ойын білім саласының мамандары бір ауыздан қуаттап отыр. Олар бұл мақсатқа қол жеткізу үшін халықтың ғаламторға қол жетімділігін 80% арттыру керек деп санайды. Әрі инновациялық технологияларды енгізетін кадрларды көптеп дайындау қажет дейді. Елімізде қазір бакалавр дәрежесі бойынша 480 мыңға жоқ студент білім алып жатса, соның
50 мыңы ғана IT саласының мамандар екен. Яғни инновациялық технологияларды елімізге енгізетін мамандар әлі де тапшы. Ежегодно заканчивают высшее учебное заведение. Статистикаға сүйенсек, жылына ақпараттық технологиялар саласында шамамен 15 мың маман дайындалып шығады. Бұл ретте әрбір 6-7 маманның ел экономикасының өсіміне өз үлесін қосу мүмкіндігін біз жақсы түсінеміз. Себебі логистикадан бастап барлық салаларда сандық технологияларды енгізу қажет. Бұл тұста жоғарғы оқу орындарының рөлі ерекше. Сондай-ақ жолдауда елбасы стартап жобаларын жасап шығаруға көптеп көңіл бөлді. Бұл да ең басым бағыттардың бірі. Қазір бүкіл елде халқымыз барлығы елбасының жолдауын талқылауда. Маңыздылығы ерекше. Қарасаңыздар, дүние жүзіндегі қазір тез дамып келе жатқан жаңа өндірістік революция. Дамыған елдер қазір солардың қатарында алдында келе жатыр. Елбасының ойы елге айтып жатқан, біз соған қалмамыз керек. Жолдауда ағылшын тілін меңгеруге басымдық беру міндеттелді. Осы тапсырманың негізінде 2019 жылдан бастап 10-11 сынып оқушылары кей пәндерді ағылшынша оқи бастайды. Олар химия, физика, информатика және биология сабақтары. Біздің қоғам жаңа жүйеге дайын ба? Зайнұр Байжігіт жауап іздеді. 63 жастағы орынбасар Ажғалиев зейнет жасынан асқанда ағылшын тілін үйренбекке бел буған. Өзінің сөзінше, тіл үйренуге деген құмарлығы мен есте сақтау қабілетінің жақсылығының арқасында бүгінгідей нәтижеге қол жеткізген. Алғашқыда 2 жыл бойы дайындық курстарына барған. Қазір шәкірттеріме шет тілінде тәлім беруге дайынмын дейді. Ақпараттың көбі, шамамен 90% ағылшын тілінде жарияланады. Ағылшын тілін білген кісі сол ақпаратты пайдаланады. Ал білмеген кісі одан тысқары қалып қояды. Қысқаша айтқанда артта қалып қояды деген сөз. 2019 жылға дейін білім ошақтары жаңа жүйеге көшу керек дейді. Ал 2 жылда қажетті кадрларды дайындап біту мүмкін бе? 10 менен 11-ге сабақ беретін мұғалімнің саны 15 мыңдай болу керек. 15 мың мұғалім болса, бізге толық жетеді. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір биылдың өзінде біз 6,5 мың мұғалімді білімін көтереміз деп жатырмыз. Енді сентябрь, қыркүйек 2019 жылға дейін біздің ұстаздарымыз толық дайын болады. Сонымен қатар, қазір елімізде ағылшын тілінде дәріс беретін пәндік мұғалімдерді 18 жоғары оқу орны дайындайды екен. Шет тілінде сабақ беруге болашақ бағдарламасының түлектері де тартылмақ. Бірақ әлемдік университетті бітіріп келгендер ұстаздық қызметке келсе ме? Жоспарда әзірше ерікті түрде жалпы келісім шартқа ол кіргізілуге мүмкіндік болатындар, сондай ұсыныстар да бар. Ал ағылшын тілінде дәріс беретін пәндік мұғалімдердің айлығы қанша болады? Білім министрлігі өкілдерінен осы мәселенің басын ашып сұрадық. Мысалы, химия пәнінің мұғалімі болатын болса, қыркүйек айынан сабақ беретін болса, сол сабақтарға 35 мың теңге өзі басқа әріптестеріне қарағанда үстемақысы болады. Бүгінгі күні ол қаржының барлығы облыстық білім басқармаларына трансферт арқылы білім министрлігі жіберді. Дегенмен тіл білу заман талабы. Мұны түсінетін ата-аналар шама-шарқы келгенше мектепте міндеттелмесе де балаларына шет тілін қосымша оқытуда. Ал репетитор жалдаудың құны қанша? Мұны білмек болып Елордадағы тіл мектептерінің біріне бас сұқтық. Ақылы білім алу құны 2000-нан бастап 5000 теңгеге дейін барады екен. На рынке постоянные изменения. Нарық ылғи құбылып тұрады. Біз өңірлерде талай мектептің ұжымдарын оқыттық. IELTS, TOEFL-ға дайындаймыз. Әрине сұраныс көп. Қуантарлығы бұл үрдіс жылдан жылға артып келеді. Олай болса, мемлекет баламызға шет тілін тегін меңгерткісі келсе, біз неліктен қарсы боламыз? Зайнұр Байжігіт, Есбол Жамшитов, қорытынды жаңалықтар. Елбасының қоғамның сан саласына сандық технологияны енгізу туралы бастамаларда көптің қолдауын тауып жатыр. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшылары айтқан ой-пікірлерден үзінді. Президент өз жолдауында автоматтандыру, роботтандыру, 3D принтинг сияқты технологияларды қолдану арқылы жаңа салаларды дамыту қажеттігін айтып өткен болатын. Жалпы экономикалық теорияны алатын болсақ, жаңа салалар олар тезірек дамиды, және де олардың тиімділігі және де пайдалылығы жақын арада бірден сезіледі және де көрінеді. Сондықтан да жаңа салалардың дамуы ол жалпы экономикалық дамуға жақсы септігін тигізеді. Жолдауда бұл жолы да білім саласына ерекше маңыз берілген. Кәсіптік техникалық білімді халыққа қол жетімді ету мәселесі көтерілді. Ағылшын тілін меңгеру заман талабы.
Өскеменге жұмыс сапарымен барған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед бүгін бірнеше кәсіпорын ұжымымен кездесіп, жолдауда жүктелген бағыттар туралы әңгімелеп берді. Кездесуге келгендерді еңбек өнімділігін арттыруға шақырып, өндірісті инновацияға икемдеудің маңыздылығын айтты. Бұл тұрғыда сүт және сүт өнімдерінің 60 түрін шығаратын жергілікті кәсіпорынның ұпайы түгел. Жұмысы инновациялық технологияларға бейімделген өндіріс ошағында жылына 36 мың тонна өнім шығарылады. Ал осыдан 3 жыл бұрын ашылған Шүмекті арматура зауытының өнімдеріне қазір мұнай өндіру компанияларынан сұраныс көп. Бүгінге дейін бұл өнімнің 15 мың данасын шығарып үлгерген. Дәл қазір мен істеп жатқаным 65-тік корпус задвижкасы. Бұл корпустар менен өтіп мұна келесі станокқа барады. Бұл өнімдер жалпы Батыс Қазақстан облысында мұнай шығаратын жерлерге жібереміз. Біз жұмысым өзіме ұнайды. Ауыл партиясы елбасының арнайы үндеуіне қатысты ел өңірлерінде 300-ге жуық түсіндіру шарасын өткізбек. Бұл туралы ұйымның орталық аппаратының жетекшісі хабарлады. Фарид Ақбердиевтің айтуынша, қазір партия мүшелері конституциялық реформалармен жіті танысып жатыр. Бүгінде орталық аппарат облыстағы өкілдерімен бейнеконференция арқылы байланысып, өзекті деген сұрақтарды талқыға салды. Основной посыл Біздің басты мақсатымыз еліміздегі билік тармақтарының өкілеттігі қалай бөлінетінін түсіндіру. Оны халыққа жеткізуіміз керек. Мұндай өзгерістер енгізілген жағдайда үкіметтің жауапкершілігі біршама артады. Нәтижесінде халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған шешімдер қабылданып, жүзеге асады деген сенімдеміз. Конституциялық реформа елдің заман талабына сай дамуына кепіл болады. Билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу арқылы мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігі артады. Отандық сарапшылар осындай пікірде. Мемлекеттік бағдарламалардың жұмысы ашық болады, әрі оларды жүзеге асыру кезінде жауапкершілік артады. Тармақтар бір-біріне сілтеуді қояды. Осылайша бағдарламаның қаншалықты сәтті жүзеге асқанын аңғарып, салалық ведомствоның жұмысын бағалауға болады. Дамыған ел өркениетті қоғам. Олай дейтініміз әлеуметтік жағдай жоғары халық қана мәдениетке бейім, өнерге жақын болады. Сондықтан біз елбасының билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу бастамасына қолдау білдіреміз. Бүгін Астана опера театрына мәдени сала майталмандар бас қосып, президент үндеуіне қатысты осындай пікір білдірді. Олардың айтуынша мемлекет басшысының бұған дейінгі барлық батыл бастамалары нәтижелі жүзеге асты. Осының арқасында Қазақстанда өнер адамдарына үлкен қолдау көрсетіліп келеді. Мәдени ошақтар жаңғыртылып, Астананың төрінде әлемде жоқ сәулетті театр бой көтерді дейді олар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдауы үлкен, қайтадан бір халқымызды, мемлекетімізді, қоғамды қайталандырып, ынталандырып, үлкен бағдар ашық, айқын жол бағыттағандай болды. Бүгіндегі әлемдегі басқа болып жатқан жағдайлармен салыстырмалы түрде қарасаңыз, тәуба деуге болады. Соғыс жоқ, қиыншылық жоқ, аштық жоқ, ашаршылық жоқ, қырылып жатқан дүние жоқ. Осының бәрі тегін келген жоқ. Шығыс Қазақстан облысындағы ауыл халқының жартысы ауыз суды тасып ішеді. Аймақта барлығы 800-ге жуық елді мекен бар болса, соның 300-ден астамы орталық жүйеге қосылмаған. Ал қолданыстағы құбырлардың 70% ескірген. Бұл мәселе қашан және қалай шешіледі? Әріптесім Олжас Керейхан анықтап көрді. Өскеменнің шеткі шағын аудандарында орталық су құбырлары бұрыннан жоқ. Негізінен жеке үйлер шоғырланған аумақтың тұрғындары ауыз суды колонкадан алады. Ал соңғы 10 жылда жеке салынған үйлер саны бірнеше есе көбейді. Сәйкесінше ауыз суға да тапшылық артты. 15 жыл су жоқ. 2-3 жыл бұрын айтқан өткіземіз деп. Міне мына үйде де жоқ. Бізде де жоқ, ана үйде жоқ. Кейбіреулер құдық қазып жатыр өзіне. Қаланы сумен қамтитын мекеменің жауапты мамандары бұл проблеманы біледі. Алайда 1-2 жылда барлық құбырды ауыстыру мүмкін емес деп отыр. Сондықтан бұл жұмыс кезең-кезеңмен істелмек. 2009 жылдан бері қалаға мемлекеттік Ақбұлақ бағдарламасы бойынша 6 миллиард теңге бөлініп 400 шақырым құбыр жөнделді. Основной аспект это, конечно, Негізі қаладағы су құбырлары өткен ғасырдың 50-70 жылдар аралығында тартылған. Пайдалану мерзімі артығымен орындалды. Сондықтан шаһардың су жүйесін жыл сайын біртіндеп жаңартамыз. 2021 жылға дейін монополист мекеме өз қаржысына 3 су мұнарасын толық жөндеп 138 шақырым құбыр салмақ. Ал Нұрлы жол бағдарламасы бойынша республикалық қазынадан бұл салаға биыл 2 миллиард теңге бөлінеді.
будет начата реконструкция. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес қаланың солтүстік бөлігін сумен қамтып тұрған ірі мұнараны жөндеудің екінші кезеңін жалғастырамыз. Оған қоса, бұған дейін басталған кәріз жүйесін жөндеу жұмыстары да жалғасады. Бұл жобаларға қаржы толық бөлінді. Қала билігі тек мемлекетке қол жаймай, бұл салаға инвестиция тартуды да жоспарлап отыр. Бүгінгі дейін халықаралық қаржы институтымен 3 миллиард теңгенің несиесіне келісім жасалған. Өскемен қаласындағы жалпы су құбырының ұзындығы 800 шақырым болса, бүгінгі дейін оның тең жартысы жөнделген. Алайда қазір кейбір ауылдар қаланың аумағына енген. Бұрыннан аңқасы кеуіп отырған бұл ауылдарға да енді орталықтандырған құбыр тартылу керек. Ал шетелдік қаржы институттары ол ауылдарға инвестиция салама жоқ па, ол жағы белгісіз. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар, Өскемен. Қарағанды облысы бойынша 140 нысанның жертөлесінде жылыту қазандығы орналасқан. Оның 30-ы көп қабатты үйде болса, қалғаны аурухана, балабақша, мектептерде. Шаханда болған апаттан соң аймақтағы барлық ғимараттарға тексеріс жүргізген мамандар осындай қорытындыға келді. Олардың айтуынша қазір өңірде бас аяғы 688 дербес қазандық жұмыс істеп тұр. Оның 5-тен 1 бөлігі жертөлеге қойылған. Бұл талапқа қайшы әрі өте қауіпті дейді мамандар. Шахандағы жарылыс 9 адамның өмірін қиған болатын. Осыған орай жуық арада жылыту қазандықтарының барлығы далаға орнату қажет. Әлеуметтік нысандардың мәселесі бюджет қаржысы есебінен шешілсе, 30 тұрғын үйге дербес қазандық демеушілер көмегімен орнатылады. Өзге өңірлерден аз кем ақпар. Түнімен жауған қар Ақтөбе облысында боранға ұласып республикалық маңызы бар 8 жол жабылды. Көліктің барлық түрлеріне жүруге уақытша шектеу қойылды. Құтқарушылар қар құрсауында қалған азаматтарды қауіпсіз жерге жеткізді. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта да өңірде құбылмалы ауа райы сақталуы ықтимал. Қарағандыдағы бейнелеу өнері мұражайын су басып, қордағы 50-ге жоқ құнды картина бүлінді. Мұражай көп қабатта тұрғын үйдің астында орналасқан. Мамандардың айтуынша түнде сондағы құбырлардың бірі жарылған. Қазір арнайы құрылған комиссия апаттың себеп салдарын анықтап жатыр. Бүлінген картиналар арасында Карлакта болған суретшілердің де еңбектері бар екен. Ауыр халдегі мүгедектердің күтіміне байланысты жәрдемақыны төлеу үрдісін кәмелеттік жасқа толғаннан кейін де жалғастыру қажет. Осындай бастаманы мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған аналар Павлодар облысына жұмыс сапармен барған мәжіліс депутаттарымен кездесу барысында көтерді. Айтуларынша мүгедек балаға 18 жасқа толғаннан кейін де күтім қажет. Қоғамдық қабылдау барысында депутаттар бұл ұсынысты егжей-тегжейлі қарастыруға уәде берді. Орал қаласында ашық әкімдік акциясы өтті. Оның аясында барлық облыстық басқармалар мен қалалық бөлім басшылары және коммуналдық кәсіпорын жетекшілері азаматтардың жеке сұрақтарына жауап берді. Шара барысында 34 мекеме басшысы 300-дей тұрғынды қабылдады. Халықта ең көп толғандыратыны баспана және жер телімін алу мәселесі екен. Өскеменде үлкен теннистен 14 жасқа дейінгі балалар арасында ел біріншілігі өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 70-ге жоқ қыз бір апта бойы өзара мықтыны анықтады. Қатарластарынан озық шыққан өскемендік Татьяна Никоненко мен астаналық Дана Байдәулет финалда кездесті. Ойын нәтижесі бойынша Дана Байдәулет Никоненконы 2-1 есебімен ұтты. Шаңғышы қыз-жігіттеріміз Алматыдағы бүкіл әлемдік қысқы универсиаданың күміс жүлдегері атанды. Алдымен әйелдер арасындағы эстафеталық сайыста Анна Шевченко, Ольга Мандрейка және Ирина Быкова үштігі жарыс жолына шығып, ел қоржынына кезекті күміс медальды салды. Жалпы Алатау кешеніндегі шаңғышылар сайысы Ресей мен Қазақстан арасындағы бәсекеге айналды. Бүгінгі эстафеталық сында да алтын мен күмісті орыс пен қазақ спортшылары өзара бөлісті. Эстафетаның қола медалі Франция қыздарына бұйырды. Елдер арасындағы 7,5 шақырымдық эстафеталық сында еліміздің атынан Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин және Олжас Клеймен төрттігі сынға түсті. Ресеймен арадағы тартыс көмбеден шыққан сәтте басталды. Шоңғы шешуші кезеңде Олжас Клеймен мен орыс спортшысы Дмитрий Ростовцев универсиаданың 6 медалін сарапқа салды. Нәтижесінде ресейлік шаңғышы мәреге санаулы метр қалғанда Олжасты сан соқтырды. Қазақстан эстафеталық құрамасы қысқы универсиаданың күміс жүлдегері атанса, орыстар осы сындағы екінші бас жүлделерін еншіледі. Қола чехиялық шаңғышыларға бұйырды. Ресейдің екінші құрамы да мықты. Медальға талас өте тартысқа толы болды. Жігіттердің бәрі де қолдан келгенше тырысып бақты. Орыстарда қателік жібермей, соңына дейін алысты. Сондықтан соңғы метрге дейін жан алып, жан берістік.
Бүгін сондай-ақ шорт-трек шеберлерде бір күміс, бір қола медальға қол созды. Әлем кубок кезеңдерінің жеңімпазы Абзал Әжғалиев 500 метрлікте оңтүстік кореялық спортшыға есе жіберіп, қысқы универсиаданың күміс жүлдегері атанса, Денис Никиша үздік үштіктен көрінді. Қыздар арасындағы сында жерлестеріміз өкінішке орай финалға шыға алған жоқ. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында ересектер арасында саятшылықтан еліміздің 11-ші чемпионаты өтті. Оған еліміздің түкпір-түкпір мен Алматы және Астана қалаларынан командалар қатысып, 40-тан астам қыран құс өнерін көрсетті. Жарыстың бірінші кезеңінде құсбегілердің киімі, ат әбзелдері бағаланып, қажет құрал-жабдықтар тексерілді. Бұдан соң сайыс қыранды қолға шақырумен жалғасты. Жиналған қалың көпшілік қыран құстың аңға түсетін кезінде тамашалады. 2 күндік жарыстың қорытындысында павлодарлық Бақытжан Мұқашев найза атты бүркітімен бірінші орында. Алматы облысынан келген Мұрат Кадеков Ақжол атты бүркітпен екінші орынды иеленсе, атыраулық Арман Қошқаров Нарын атты бүркітімен үшінші орында қанжығасына байлады. Мына құс деген нәрсе өте қасиетті нәрсе. Оны баптап салу деген нәрсе оңай нәрсе емес. Осыған төзімділік керек. Қатты қол батырмау керек, қарын ашырмау керек. Бабын тауып отырып салсаң, көңіліңді көтеретін, жастардың талаптанатын нәрсесі. Алып жүрген адамға өлді, былайша алып айтқанда, тұмау да тимейді. Далада жүргендікі ме жоқ, мұның микроб өзіндігінен жоятындығы ма? Мәңгілік ел деген бұл біздің жастарымыздың бойынан патриотизм және мына рухани байлық. Осының бәрін кешегі үлкендерімізден қалған қадір қасиет бойларынан табылсын дейміз. Аталарымыздан қалған осы бүркітшілер сайысы біздің ойымызша бұл бүкіл Қазақстанда өте үлкен дайындық боп, мына қарқаралық жәнегідей аренаға шығады деген үмітіміз бар. Жерлесімізге жеңіс тілейміз. Аман сау болыңыздар.